Армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Назира Сұлтанмұратқызы. Бүгінгі жұма баршамызға мүбәрәк болсын. Жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді менің YouTube каналымнан сіздер құлшылыққа қатысты мақалаларды тыңдай аласыздар. Абайдың қара сөздерін тыңдай аласыздар. Сонымен қатар ақындар поэзиясын тыңдай аласыздар. Дәл бүгін біз тілауат сәждесі қалай жасалады деген мақаланы Асылдың KZ сайтынан оқитын боламыз. Құранда 14 жерде сәжде аяты бар. Бұларды оқыған, естіген адамның сәжде етуі уәжіп. Тілауат сәждесін жасайтын адамның дәреті, әурет жерінің жабық болуы тиіс. Ниет етіп қыблаға қарап қолдарын көтермей, Аллаху акбар деп сәждеге барады. 3 рет сәждеде Субхана раби аала, Субхана раби аала, Субхана раби аала дегеннен кейін қайта Аллаху акбар деп орнынан тұрады. Бұлай істеу сүннет. Бірақ артынан ғуфранка раббана ва илайкал масир деп айту мұстахаб. Аллахым, кешіріміңді тілеймін, сөзсіз саған қайтамыз. Кісі бір жерде тұрып бір сәжде аятын бірнеше мәрте қайталаса, бәріне бір сәжде жеткілікті. Бірақ бір жерде әр түрлі сәжде аятын оқыса, әрқайсына жеке-жеке сәжде қажет. Аятты радио телеарналардан есту мен жанындағы адамнан есту арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Хайыз бен нифастағы әйелдерге сәжде аяты уәжіп емес. Сәжде аяттары кездесетін сүрелер Ағраф, Рағыт, Нахл, Исра, Мәриям, Хаш, Фурхан, Нәміл, Сәжде, Сад, Фуссилат, Нәжім, Иншиқақ, Алақ. Құрметті тыңдарман, дәл осы біздің тілауат сәждесіне байланысты оқыған мақаламыз сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Тілауат сәждесі қалай кездесетінін Құранда қайдан білеміз десеңіздер, тілауат сәждесі бар аяттың асты сызылып тұрады. Міне, қымбатты менің YouTube көрермендерім, бүгіндікке мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау, сәлематта болыңыздар.